Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода сомен жасаудың рецептісімен бөлісемін. Алдымен етті жіңішке үлкен кесектерге кесіп аламыз. Етті жартылай мұздатылған кезінде жақсы туралады. Етті 1-1,5 сағат бұрын маринадтап аламыз. Оған қара бұрыш, тұз, 1 ас қасық крахмал, 2 ас қасық соя соусы, 2 ас қасық бөлме температурасындағы су қосып, бәрін араластырамыз. Бетін жауып, 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Етіміз маринадталғанша көкөністерді алдын ала дайындап аламыз. Пиязды турап аламыз. Жартылай ашты болгар бұрышын тазалап үлкен кесектерге тураймыз. Бағдаршам бұрышында тазалап, кесек бөліктерге тураймыз. Пекин қырыққабатының жұмсақ бөліктерін алып тастап, қатты жерлерін алып, үлкен бөліктерге тураймыз. Балды көктеде жақсылап жуып шайып, үлкен кесектерге бөлеміз. Алдын ала пісірілген кеспені орташа бөліктерге кесіп аламыз. Кеспені дайындау видеосы менің каналымнан көре аласыздар. Табаға май құйып, маринадталған етті 2 минутта жақсылап қуырып аламыз. Етімізге сарымсақ қосамыз. Пияз. 2 ас қасық томат пастасын. 2 ас қасық соя соусын қосып, жақсылап араластырып, 1 минуттай қуырып аламыз. Бетін жауып, отты ақырындатып, 10 минуттай бұқтырып аламыз. Қажет болған жағдайда кішкене су қоссаңыздар болады. Алдын ала туралып дайындалған көкөністерді қосамыз. Балдыр көкті, үрме бұршақты, кеспені қосып, 2 минуттай қуырып аламыз. 2-3 минуттай табанның бетін жауып, көкөністеріміз дайын болғанша бұқтырып аламыз. Қуырылған лағманымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.